Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Мұңбұлақ ауылында туған. Әкесі Момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан, кирилл алфавитімен оқуды меңгерген, сол кезеңдегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында ағаш ұстасы және етікші зергерлігімен танымал болатын. Имаш атасы қартайған кезінде барлық шаруашылықты Момышұлына табыстаған. Әжесінің есімі Қыз Тумас. Қартайған шағында ағайын туыс Саркемпір деп атаған. Анасы Рәзия ерте дүниеден өтіп, Бауыржан 3 жасынан бастап Қыз Тумас әжесінің қолында өседі. Момышұлы, Ұшқан ұя. Ұшқан ұя Бауыржан Момышұлының 1974 жылы жазған кітабы. Момышұлы Бауыржан 2-ші дүниежүзілік соғыстың даңқы жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Бауырым Бауыржаным дейді халқым, алып бұл ақын жүрек ердің даңқын, келешек келе жатыр көремін деп, тік басып туған жерде жүрген қалпын, деген Қасым Аманжолов. Ұшқан ұя повесінде Бауыржан Момышұлының есім біле бастағаннан мектепке барып, сабақ оқып бастағанға дейінгі өмірі, өскен ортасы, ауыл адамдары, сол кездегі қазақ халқының тұрмыс тіршілігі суреттеледі. Ұшқан ұяны қызығып оқисын, сүйсініп оқисын. Батыр Бауыржанның жастық шағын өз басынан өткергендей сезімге бөленесің, деп белгілі ғалым сыншы Қаратаев айтқан. Барлығымызды Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесін оқуға шақырамын.